Ешқандай миксерсіз өте биік болып көтерілетін бір банка сгущенкадан 5-тің шайына мамықтай жұмсақ осындай пирог дайындайтын боламыз. Жасап жүрген пирогтары көтерілмей дұрыс шықпай қалатын қыздарға таптырмайтын рецепт. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның үстінен бір банка сгущенкамызды қосамыз. Барлығын венчикпен тоқтаусыз барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 200 грамм ұнымызды қосамыз. Онды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Және де осы ұнның үстінен 2 шай қасық разрыхлителімізді қосамыз. Дәміне қарай біраз ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Ұнымызды қосқаннан кейін барлығын венчикпен араларында ешқандай түйіршік қалып қалмайтындай тоқтаусыз араластырып аламыз. Ең соңғы кезекте 60 грамм сұйық майымызды қосып, тағы да барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қоймалжың қамыр шығады. Ендігі кезекте пешімізді 170 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Менде осындай 24 диаметрлік формамызға массамызды құйып 35 минутте пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап қыздар дәмін көріңіздер. Менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып пікір жаза кетіңіздер.